Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте тәмді болып шығатын котлеттердің рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Алдымен котлеттер дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет, пияз, жұмыртқа, панировочный сухари және дәміне қарай тұз, бұрыш, тәтті паприка, зира қажет. Барлық заттардың толық мөлшерін описанияға қалдырамын. Айтылған заттардың барлығын осы тартылған етімізге қосамыз. Егер де панировочный сухари болмаған жағдайда, оны нан немесе манка қосуға болады. Пиязды блендерден өткізіп аламыз. Егер блендер болмаған жайда үгіткіштен өткізсеңіздер болады. Заттарымызды қосып болған соң жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң тартылған етіміздің шамалы бөлігін алып, сопақ немесе домалақ етіп котлеттерімізді қалыптастырамыз, яғни форма береміз. Мен осындай сопақ форма беріп шықтым. Осылай барлық котлеттеріміздің формаларын қалыптастырып шығамыз. 800 грамм тартылған еттен менде шамамен 12 штуктай котлет шықты. Бірақ ол сіздердің жаңағы беріп жатқан формаңызға, пішініне байланысты болады. Котлеттеріміздің формасын қалыптастырып болған соң табамызға майымызды құйып, майымызды қыздырып, осылай орташа отта қуырып аламыз. Котлеттеріміздің астыңғы бөлігі қызарғанда, осылай екінші бетіне аударып, екінші бетін қуырамыз. Астыңғы бөлігі де қызарып қуырылған соң котлеттерімізді аламыз. Осымен котлеттерімізді қуырып болдық. Енді гарнирін дайындаймыз. Гарнирге картошканы жақсылап тазалап, жуып, табамызға 200 грамм сары май салып, осы сары майда жаңағы картошкаларымызды қуыратын боламыз. Алдымен майымызды шамалы ертіп аламыз. Содан соң тазалап дайындап қойған картошкамызды салып, орташа отта қуырамыз. Картошкамыздың жиегі қызара бастады, әлде де 1-2 минут өстіп қызартып қуырамыз. Осылай алтын түстес болып қуырылғаннан кейін котлеттерімізді бетіне қойып шығамыз. Котлеттерімізді қойып болған соң 70 граммдай су құйып, астын баяулатып, бетін жауып, 20 минуттай бұқтырамыз. Сонда котлеттеріміз өте жұмсақ болып шығады. Мінекей біздің котлеттеріміз дайын, өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайкпен қолдап қойыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Лаура.